Анашым, қалайсыз? Сізге көмек керек пе? Еркежан, оянып қалғансың ба? Көмек қажет емес болып қалдым. Сен одан да ініңді шақырып кеш таңғы шайға. Жарайды, қазір. Алло? Қалайсыңдар? Жақсы, өзің қалайсың? Жұмыстарың қалай? Шүкір жақсы. Балалар қалай? Не істеп жатсыңдар? Балалар жақсы, енді оянып жатыр ғой, сол таңғы шайды ішейін дегенбіз. Ас болсын. Жарайды онда. Айтпақшы, Сұлтан қалай? Сұлтаның жақсы, ұйықтап жатыр ғой әлі. Сені күніге сұрайды, қашан келеді деп. Қашан келетін болдың енді? Бұйырса осы аптаның соңында. Ертең аргүнде қайтып қалуым мүмкін. Жарайды онда. Аман есен жетіп ал жаным. Жарайды, жақсы. Анашым, менің счеткам қайда? Жуынатын бөлмеде шығар. Ол жақта жоқ, кім алды? Қызым, сенің счеткаң кімге керек дейсің? Барып жөндеп іздеп көр. 1000 рет іздедім, еш жерде жоқ. Айзат, міне сен счеткаң. Қолжоғыштың астына түсіп кеткен екен. Сен оны тығып қойғансың. Еркежан, жаным, сол ренжімеші, иә? Оның мінезін білесің ғой. Аға, қайда бара жатырмыз? Әлі жеңгенің үйіне. Тағы да сол жаққа барамыз ба? Кеше де сол жаққа бардық. Әлия жеңге бізге ренжімейді ме? Жоқ, ренжімейді. Қайта қуанады. Мен ол үйге барған сайын өзімді жайлы сезінемін. Я, мен де оны қатты жақсы көремін. Біздің анамыз болғанда ғой, өйтіп қашып жүрмес едік. Неге анамыз бізді тастап кетті екен? Мен әкеме қанша рет басқа ана керкеме десем де, ана Ысқақ әпкені үйап келеді. Сендерге ана болады, қамқор болады деп еді. Ал ол болса, Ырсылдан басқа ештеңе білмейді. Мен оны мүлде жақтырмаймын. Амал жоқ, шыдаймыз енді. Анашым, мен бүгін өте қызық түс көрдім. Түсімде өзге ғаламшарлар тәрелкеге салып ұрлап кетті. Мен олардан қашам деп бар даусыммен ақылап жатырмын. Бірақ мені ешкім естімейді. Содан? Содан? Ну, Алихан ғой. Бар шақырып келсеші енді үйге кіріп шай ішсін. Анашым, Ақбай маған жазып еді бүгін сенің үйіңе барсам болады ма деп. Әжесі туысқандарының үйіне қонаққа кетеді екен. Мен үйде жалғыз қаламын деп еді. Қызым, оның несін сұрайсың? Әрине шақыр, үйде бірге боласыңдар. Сәлеметсіз бе, әпке? Сәлеметсің бе? Қалың қалай, Әлихан, жағдайың жақсы ма? Жақсы. Неге сырттан бөтен адамдар құсап айғайлап тұрсың? Бірден үйге кірмейсің ба? Мен Сұлтанға келіп едім. Келе ғой, отыр. Анашым, өтірік айтады. Мені сылтауратып, біздің үйге шай ішуге келген ғой. Балам, оның не? Досыңа солай айтуға бола ма екен? Әзіл ғой. Әзілдеп болсын, енді олай деп айтпа, жарай ма? Жарайды. Ше қойыңдар, жай бар. То, мен яптырмын. Неге ұяласың? Айзат мені жақтырмайды. Айзат, сондай ғой, көңіліңе алмаш. Сәлем, қалайсыңдар? Жақсы, өзің қалайсың, Баян? Сен мұнда не істеп жүрсің? Мен Айзатқа келіп ем, үйінде ме екен? Білмедім, әлі кірмедік. Жарайды, кеттік, бірге кірейік. Кеттік. Балалар, келгендерің жақсы болды. Мыналар тағы келген бе? Әлия жеңге, сіз бізге келгенімізге ренжімейсіз бе? Кеше келіп едік қой. Жаным-ау, неге ренжеймін? Қайта сендер келсеңдер мен қуанам ғой. Бұл сендердің ағаларыңның үйі. Келіп, кетіп, емін еркін жүре беріңдер. Жақсы ма, балалар? Айтпақшы, Ақбай, әжең қалай, жақсы ма? Жақсы. Келіңдер, отырыңдар. Ал, Сұлтан, балам, сонымен өзге ғаламшарлықтардан қалай құтылдың? Олардан ба? Олардан құтылу үшін бар даусымен ақалап жатырмын. Бір кезде жаныма түрі қорқынышты жап-жасыл құбыжық келіп, неге ақалай бересің деп мені жұлқылай бастады. Сосын мен көзімді ашып қалсаң, Еркежан әпке ұятқызып жатыр екен. Сұлтан, мен саған қызығамын. Өткенде сенің анаң мейірімді,
күліп жүреді, мүлде ұспайды. Менің шынайы анам болса қандай болғанын да білмеймін. Тек суретін ғана көргенмін. Менің анамда мүмкін мейірімді шығар, иә, аналардың бәрі мейірімді ғой. Мансұр, неге сендер біздің үйге келе бересіңдер? Өйткені сендердің үйлерің ыңғайлы, ешкім дауыс көтеріп ұрыспайды. Әлия жеңгеме қарасам, шынайы анамдай қабылдаймын. Әлия жеңгем тек сендердің ғана емес, барлық ауылдың анасындай сезіледі. Түсінікті, айтпақшы, бүгін анам бәрімізге қуырдақ пісіремін дейді. Қуырдақ, мен қуырдақты жақсы көрем. Тек етін ғана жегім келеді. Картоптары мүлде ұнамайды. Айттым ғой, сен біздің үйге тамақ жеуге келгенсің деп. Жарайды, кеттік, доп ойнайық. Мәссаған, мынау күшті көйлек екен. Иә, өте әдемі. Мен де өскенде осындай көйлектерді киіп, сән көрсететін модель болғым келеді. Ал мен осы көйлектерді ойлап табатын дизайнер болғым келеді. Маған көйлек тігіп бересің бе? Иә, әрине. Қыздар, не істеп жатсыңдар? Кел, Айша, көйлектер қарап отырмыз. Есікті тықылдатып рұқсат сұрап кірмейсің бе? Бұл менің бөлмем, ал бұл бөлмеге әркім кіре бермейді. Мен тек сендермен. Сен бүгін бөлмеге 3-ші рет кіріп тұрсың. Кеше де келіп едің, ертең де келетін шығарсың, иә? Айзат жай бізбен отырғысы келген шығар. Бұл менің үйім. Менің анамның ұрыспайтын мейірімділігін пайдаланып қайта-қайта келе берудің қажеті жоқ. Ол сендердің емес, мына менің анам. Түсіндің бе? Енді бөлмеден шық. Кешірші мені. Айзат, сенікі дұрыс емес. Сен де барлығы болған соң түсінбейсің ғой. Ол да мейірім көргісі келеді. Айша, неге көңіл күйің жоқ? Не болды саған? Біреу ренжітті ме? Жоқ, ішіне болған жоқ. Айша, не болды енді? Айтсаңшы. Айзат бұл үй келе бермеңдер деп біріншіден қуып шықты. Уайымдама, бәрі жақсы болады. Кеттік одан шалдармен ойнаймыз. Олар жаңа доп теуіп жүреді ғой. Гол! Мен өскенде футболшы боламын. Мен өскенде Барселона командасы алады. Сені Барселона алса, мен Реал Мадрид алады. Сосын мен сені жеңіп кетем. Екеуің де армандапсыңдар. Бірінші мектеп құрамасына түсіп алыңдар. Мен футболды жақсы ойнаймын. Мен де футболды жақсы ойнаймын. Онда былай жасайық. Үйдегі қыздарды шақырып, екі командаға бөлінейік, кішігірім турнир жасайық. Керемет идея. Мен өз командамны Айша Тайды көргім келеді. Өйткені ол жылдам жүгіреді. Ал мен Еркежанды аламын. Ол бізбен үнемі ойнап үйреніп қалған. Онда үйге кірейік. Балалар, мен білмеймін ғой, не істеу керекпін? Төреші болатындай футболдан хабарым жоқ па менің? Уайымдамаңыз жеңге, мен сізге көмектесіп отырамын. Түкте қиын емес, ысқырыңыз. Бастай берейін ба? Иә. Жарайды онда. Ал, балалар, міне қуырдақ дайын. Ал, қысылмай, ұялмай, ыстықтай жеп алыңдар, балалар. Жеңдер. Дәмді екен. Менің үйдегі жеңгем бұлай пісіре алмайды. Менің анам мықты ғой. Жаным сол. Алыңдар. Кім бар үйде? Әке! Үй жаным, қызым сол. Үй батыр. Жақсы. Мұнда не жиналыс болып жатыр? Әке, біз бәріміз футбол ойнадық. Жұмыстан шаршап келіп демалам ба десем?
Үйге бәрін тоқырлатып, жинап алыпсың ғой. Ғабит. О, Ғабит, қалайсың? Сен тағы шығасың ба? Мына балаларға қарасай, жетім балалар ұқсап көшеде немесе біздің үйде жүреді. Сендер қайда жүрсіңдер? Шешелеріңе көмектесудің орнына қаңғып жүргендеріне? Кіріңдер үйге ба? Кір деймін. Шықпайсыңдар енді еш жаққа. Балалардың бұл жерде кінәсі жоқ. Сен үнемі осылай мас болып жүретін болсаң, қай бала онда үйде отырғысы келеді? Болды қойсай, бір күн түбіне жетеді сенің. Ғабит, қоям. Ертеңнен басап қоям. Отвечаю. Ғабит, жейтін бірдеңеге ақша тастап кетші. Ғабит. Ғабит. Қалай жұмысың, жақсы аяқтадың ба? Аяқтады қой әйтеуір. Енді қашан барады екенсің? Не болды, құтыла алмай жатсың ба не? Жоға, жай әңгіме болсын деп айтып жатқаным ғой. Не болды, көңіл күйің жоқ қой? Мен сыртта таңнан қара кешке дейін балаларым аш қалмасын деп өліп талып жұмыс жасап жүрсем, ал сен берген ақшаның барлығын сырттағы балаларды тойдырып жүргесің ғой, Олар кішкентай балалар ғой. Үйге келіп шай тамақ ішкенде тұрған не бар екен? Біреудің балаларында не бар? Ертең бір нәрсе болып қалса, үйдегілер келіп бәле болса ше? Қой, мен ондай жаман нәрсе істеп жатқан жоқпын. Өте жақсы балалар. Тек ананың мейірімін көрмей өсіп жатыр. Саған өзінің балаларын жетпей ма? Айзат пен Сұлтан ше? Олар не дейді? Анам бәріне мейірімді шашып, бізге уақыт жетпей қалды десеші, сен не дейсің? Олар ештеңе демейді. Қайта мейірімді, көпшіл болып өседі. Оларға сенен басқа мейірім шашатын адам жоқ па? Өкінішке қарай жоқ. Байқаймын, Әлихан үнемі аш жүреді. Туғалы шешесін көрген емес. Әкесі шетел асып кетті жұмыс іздеп, хабарсыз. Жеңгесінің қолында ас ауқатын дұрыс бермейді. Содан аш бала. Ақбаян әжесімен тұрады. Әжесі үнемі қыдырыста, Ақбаянды бірде-бір рет ертіп жүргенін көрген емеспін, қараусыз. Мансұр мен Айшаны онсыз да білесің. Мырза бала келінмен айырылысқалы, балаларға дұрыста қарап жатқан жоқ. Алған келінді білесің, мінезі шатақ, қарамайды балаларға онсыз да. Ғабит, олар осындай қиыншылық көру үшін, олар әлі кішкентай ғой. Мен оларды түсінем, жан дүниесін. Өзім жетім болып өскеннен кейін. Қайта қуанам үйге келсе. Дәл қазір олардың махаббат пен мейірімге шомылып, шалқып жүретін кездері ғой. Олар шалқып жүрсін. Ал мен өліп, талып, есек болып, жеткізе алмай жұмыс істеймін. Бәсе берген ақша неге азық түліктен артылмайды десем? Жіберген ақшаң бәріне жетіп жатыр, уайымдама. Берекесі бар. Мүмкін сенің табысыңның берекесі осы балаларда шығар. Ой, қойшы. Еркежанды асырап алайық дедім. Я мақұл дедім. Онда өз туған қызындай өліп талып жақсы көресің. Жақсы көрем. Қанымнан болмаса да жақсы көрем. Сонда біз балаларды өзіміз туғанымыз үшін ғана жақсы көру керекпіз ба? Ал мен олай жасай алмаймын.
қанша бауырыма басайын десем де баса алмайды екем. Неге соны асырап алуға рұқсат бердім білмеймін. Құдайдың өзі кешірсін. Анашым, Еркежан бөлмесінде жоқ. Мен оның оянғанын да көрген жоқпын. Жоқ па? Қайда кетті сонда? Білмеймін, бір жерде жүрген шығар. Әй, ол рұқсатсыз ешқайда кетпейтін еді ғой. Таңертең ерте маған көмектесем деп тұратын. Қайда кетті сонда ол? Кеше ас бөлменің алдында жылап тұрған, маған неге екенін айтпады. Еркежан қайда кетті екен? Мен оны сағындым. Әлде маған ренжіп кетіп қалдым екен. Еркежан қайтып келсе ғой, мен оның көңіліне тимейтін едім. Мансұр мен Айша да үйге келмей қойды. Алиханды да керек көретін болдым. Ақбаян да келмей қойды. Олар үйге келген кезде өте қызықты болар еді. Әлия, сен мені кешірші. Я мен артық кеттім. Аушым мен аузыма не келсе соны оттаппын ғой. Сен табысының берекесі осы балаларда деп дұрыс айтыпсың. Мен сол күннен бері бір ай уақыт өтті. Жұмысымның берекесі қашып, тапқан ақшамның есебі болмай, ештеңе жеткізе алмай әлекпін. Алла тағала біздің кейбір амалдарымыз үшін берекеміз арттырып қояды екен ғой. Мен соны енді түсіндім. Мен кешірші. Мен де Еркежанды жақсы көрем. Оның тез табылғанын қалаймын. Еркежанды алғаш көрген кезде көздерінен өтініш, мені жақсы көрші деген сөздерді оқыдым. Негізі кейбір балаларға баспана емес, жай ғана жылылық пен мейірімділік болса болды ғой. Мен ешқашан Айзат пен Еркежанды бөлген емеспін. Аналық махаббатымды бөліп жарған емеспін. Кейде ойланам, Алла мүмкін менің жүрегіме артық мейірім берген шығар деп. Өйткені осы үйге жылулық іздеп келген әрбір балаға орын табылды. Айшаға да, Мансұрға да, Ақбаян мен Алиханға да. Олардың бәрі мен үшін баламдай. Өйткені мен олардың жүрегін естідім. Сондықтан олар үшін барынша мейірімді болу керекпін. Еркежаннан хабар жоқ па? Жоқ, әлі ешқандай хабар жоқ. Мүмкін ол өз әкесін іздеп кеткен шығар? Ол әкесін қайдан іздейді? Интернет дамыған заман ғой, қиын емес тауып алу. Иә, мүмкін. Әли, неге сендер біздің үйде шай ішпейсіңдер? Өткені мен үйден ішіп жүрмін шайды. Ренжіп қалдың ба, неге келмейсің? Жоқ, ренжімедім. Саған айтам деп ұмытып кетіппін. Менің әкем шетелден келді. Қазір біз өзіміздің үйімізде тұрып жатырмыз. О, жақсы болған екен ғой, бірақ мен баяғыда футбол ойнағанды сағындым. Онда бәрін жинап футбол ойнайық. Анашым, әкеме айтайықшы, ұйымдастырайық. Жарайды.
қашаншы? Қазір. Не болды екеуің, не айта алмай отырсыңдар? Анашым, Сұлтан айтады, өткендегі сияқты барлық балаларды жинап футбол ойнайықшы дейді. Сол кездегідей Мансұр мен Айшаны да шақырып, бірге ойнайықшы. Ойнаймыз қызым. Мен онда Мансұр мен Айшаны шақырып берейін. Керемет ойын болады, Иә. О, ассалаумағалейкум. Уағалейкум ассалам. Қайсыңдар? Жақсы, өзің қалайсың? Шүкір, Аллаға шүкір. Қайда шықтың? Шартта кидің. Жұмысқа асығып бара жатырмын. Аха. Жұмыс болған жақсы ғой. Балалар қайда? Балалар үйде. Тыныштық па? Тыныш. Мен балаларым сен балаларын сағынып қапты. Біздің үйде сәл отыра тұрса. Тіпті жақсы болатын еді. Үйде іштер пісті, қарайтын адам жоқ. Айтпақшы, келін қайда? Келін кетті ғой, кететін жағына. Жақсы. Кешке өзімді соған. Жарайды. Балалар үйде ғой, а? Үйде. Ананы қараңдар. Сіздермен бірге ойнасам бола ма? Сынып бір ай қайда болдың? Айттым ғой өзімнің әкемнің үйінде деп. Оны қалай тауып алдың? Интернеттен сол түні қатты жыладым. Сосын әкемді іздеп көрдім. Оны Фейсбуктан тауып, жазып көрдім. Әкем қатты қуанды. Ол маған бұлай кетуге болмайды, үйдегілерге ескертейік деді. Мен көнбедім. 2 күннен соң әкем Түркияға сапармен жолға шықты. Мен де өзімен бірге ала кеттім. 1 ай сол жақта болдым. Бүгін міне осы жаққа келдім. Әкем кешке қарай мені қайттан алып кетеді. Күшті, мен де анамды күтіп жүрмін. Тезірек келуіне тілектеспін. Рахмет. Анашым, менің түшеткам жоғалып кетті. Қол жуғыштың астын қарадың ба? Иә, қарадым, жоқ. Дұрыстап іздеп көрсейші, қызым. Мың рет іздедім, мүлде еш жерде жоқ. Мына сенің түшеткан ба? Иә, нешін алып алдым? Түсімде қасқырлармен шайқасып, пышақ деп ойлап, сені түшетканды алыппын. Кешір. Ой, Айликон-ай, осы бала сырттан айғайлауын қоймайтын болды ғой. Бар шақыра ғой, шай дайын. Бара. Құрметті көрермен, қазақша контенттің дамуына және де тәрбиелік мәні бар фильмдердің шығуына сіз де өз үлесіңізді қосыңыз. Біздің дәл осы Нұрман киностудиясының YouTube каналына тіркеліңіз және де қоңыраушаны басыңыз.